елімізде діни экстремизмге қарсы теологиялық оңалту жұмыстарына қаншалықты ғылыми талдаулар жасалады? Жалпы бұндай талдаулар жасау қаншалықты маңызды? Иә, дұрыс айтасыз. Енді мына 10 жылдан асты ғой, биыл нақты мемлекет қолға алып, осы бағдарламалар қабылдап, осы деструктивті бағыттағы радикалды, экстремалды болған діни идеологияларға қарсы жұмыстар мемлекет кешенді жүргізіп келе жатыр. Әрбір өңірде осыған сәйкес ұйымдар құрылып, мамандар тартылып жұмыс жасауда. Иә, кез келген мекеме, кез келген бағдарлама қабылдаған кезде мемлекет оны индикаторлар қояды, сапаға қол жеткізу, сандық көрсеткіш деген бар, солардың барлығын есептеу арқылы жаңа стратегиялық пландар қабылданады. Оның барлығы өткеріліп келе жатыр. Бірақ өкінішке орай кей жағдайда қараймыз, енді бұл теологиялық осы діни саладағы оңалту саласы, бұл сала әлі ғылыми тұрғыда толық зерттеле қойған жоқ, практикалық тұрғыда. Өйткені біздің мемлекетімізде фактілер кездесті, террористік оқиғалар, экстремистік бағыттағы іс-әрекеттер, соның салдарынан мамандар оңалту бойынша, бейтараптандыру бойынша практикалық жұмыстар жасалып кетті, 10 жылдан асты уже. Бірақ соларды ғылыми талдау қаншалықты эффект беріп жатыр, қаншалықты жаңағы көрсеткіш бермей жатыр, олардың жаңа ғылыми танымдық деңгейі қандай деңгейде, олардың жаңа талдаулар, қорытындысы бойынша талдаулар деген секілді ондай жұмыстар кем-де-кем болып жатыр бізде, әлі де болса. Бізде тек қана жаңағыдай көп жағдайда бір мақсатқа ғана, бір бағытқа ғана, мақсат деп айтпақ, бір бағытта ғана жаңа тек қана оңалту деген секілді позиция қою, ол да қате. Оны қоғамға оңалта отырып, оның діни көзқарасын бейімдеп, оны патриот қылып, ол патриот болмауы мүмкін. Неге патриот болмады? Оған тартылған маманның, жаңа бірінші сұрақта да айтып өттім ғой жауапта, тартылған мамандардың әлеуеті бәлкім жетпей жатырған шығар. Немесе маманды ауыстыру керек шығар ол жерге. Ол жерге қойылып отырған әдістемелік жаңағы подход дейді ғой, айтқанда әдіс тәсілдерді басқаша көру керек шығар деген секілді. Сондықтан әрине бұл енді бағалануда, бірақ ғылыми тұрғыда зерттеу, теологиялық қызметтің нәтижесіне ғылыми зерттеулер әлі жүргізілген жоқ, өкінішке орай. Бірақ бағаланып жатыр. Мысалға, пәленше адам оңалды, төгенше адам осындай күйге түсті деген секілді сандық жаңағы көрсеткіште бағалау бар. Ал ғылыми сол жұмысты өткізілген практикалық жұмыстардың ғылыми талданып бағалауы бойынша бәлкім бірең-сараң зерттеулер бар шығар, бірақ басым көпшілігі көп қолдана қоймады әлі. Жалпы қазіргі таңда елімізде осы ғылыми бағалауды жасау, жалпы ғылыми талдау жасау өкінішке орай нетіп тұр, ақсан. Кенде. Рахмет.